Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында жеңіл түрде лағман созуды үйренетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жеңіл әрі өте әдемі және дәмді болып шығады. Дүкеннен сатып алғанға қарағанда өздеріңіз осылай созып жасапсаңыздар, осылай сатсаңыздар да болады. Ең алдымен бізге керегі 500 грамм ұн, яғни сіз үйлеріңізде неше адам бар, соған қарай жасасаңыздар болады. Мен 500 грамм ұнға 1 дана жұмыртқа, содан соң 2 шай қасықта тұз салып алатын боламын. Одан соң кішкене араластырып жіберіп, 500 грамм ұнға 250 грамм мұздай қатты мұз қосылған су болса да болады. Сол суды құйып алатын боламыз. Содан соң кішкене жайлап, біріктіріп, қамырдың басын жақсылап илеп аламыз. Біріккен кезде басында қатты болып қалуы мүмкін. Уайымдамаңыздар, біз қайта қамырды 20-30 минутқа холодильникке салып алатын боламыз. Осылай көріп тұрғандарыңыздай жақсылап басын біріктіріп алатын боламыз. Лағман маған өте қатты ұнайды. Маған бұл лағманды жасауды жеңгем үйреткен болатын. Мен ол кезде мектеп оқушысы едім. Сол кезден бастап жасап келемін. Осы рецептпен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Сатылымға да шығаруға болады. Менің арнамда сіздерге ұнайтын рецепттер табылады деп сенемін. Сол үшін маған тіркеліп, қоңырауша белгісінің все батырмасын басып кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді жазып, мені қолдап отырыңыздар. Қазақша контентті қолданыңыздар. Немесе жай ғана жұмыртқасыз қамыр илеп алсаңыздар да болады. Негізінде лағманның қамырында көбінесе жұмыртқа қоспай дайындалады. Мен 20 минут холодильникте ұстадым және еуін қандырып, тағы да 1-2 рет басып, содан соң қайта 30 минут холодильникте сақтап алдым. Содан соң дайын қамырымызды осылай тақтайшаның үстіне қойып, басып дайындап алатын боламыз. Орташа қаттылықта болып тұруы қажет. Содан соң маған ыңғайлы болғандықтан осылай фольганың үстіне қойып кесіп аламын. Өйткені маған ыңғайлы және өте күшті болып тұрады. Барлығын осылай орташа көлемде кесіп алған соң бір шетінен домалатып жайып алатын боламыз. Видеода барлығын қалай жасау керегін соңына дейін көріп алсаңыздар болады. Менімен соңына дейін болыңыздар. Ең бірінші алдымен біз тақтайымызға май жақпай қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Әрине кейінгі қоятын ыдысымызды майлап дайындап алатын боламыз алдымен. Осылай мен тәрелкеге салып алатын болғандықтан алдын ала майлап алдым. Жандарыңызға кішігірім май алып алсаңыздар болады. Барлығын осылай жайып алатын боламыз. Оңай тәсілмен дайындалатын лағман түрі десек те болады. Осылай жылан тәріздес жайып алған соң қамырларымызды біртіндеп жаңағы майлаған тәрелкемізге дөңгелетіп орап шығатын боламыз. Әр ораған сайын міндетті түрде үстіне май жағып шығыңыздар. Әйтпесе арасы өте қатты жабысып кетуі мүмкін. Менде бірінші оралған лағмандарым дайын болды. Келесінде екіншісін тағы да осылай жайып алатын боламыз. Негізінде лағманды 3-4 рет жайып алған дұрыс. Өздеріңізге де ыңғайлы және өте жақсы шығады. Бірінші істеген адамға әрине қиын көрінуі мүмкін, бірақ қатты қиындығы жоқ. Екінші, үшінші қайтара орап алған соң өзі епке келіп қалады. Содан соң әр естеріңізден шықпасын, әр қашан домалақтап ұрып алған кезімізде май жағып қоятын боламыз. Мен мына жерде
дайын болған қамырларымызды ұрғылап қазанға қайнап тұрған суға салып пісіріп алайын деп жатырмын. Осылай ұрғылап алсаңыздар жақсы шығады. Мына жерде мен толық қалай жасап ұрып алу керегін көрсетіп жатырмын. Қамырларым кішкене шашыраңқырап кетті. Сіздер дұрыстап ұшын ұстасаңыздар, ешқандай да шашырау, үзілу, бөлініп кету болмайды. Осылай бір тегіс етіп, жақсылап айналдырып алатын боласыздар. Сосын 2-3 минуттай жақсылап ұрғылап алып, қайнап тұрған суымызға